Сонымен келесі тақырып ақыл тәрбиесі. Бұл ата-аналардың арасында ең бір сұранысқа ие тақырыптардың бірі. Тренингтарда, консультацияларда ата-аналар көбінесе басымдықты дәл осы ақыл тәрбиесіне береді. Біз ата-ана ретінде баламыздың ақылды болғанын қалаймыз. Баламыздың белгілі бір деңгейде гений болғанын қалаймыз. Баламыздың өз ортасында ерекшеленіп, алды болып тұрғанын да қалаймыз. Бірақ сонымен қатар осы қалаулармен қатар белгілі бір сұрақтар да бар. Ақыл тәрбиесі дегеніміз не? Ол ойша есепті жақсы шығара алу ма? Ол сабақ үлгерімінің жақсы болуы ма? Ол ақпаратты тез жаттап алу ма? Әлде белгілі бір нормаларға сай болу ма? Ақыл тәрбиесі жалпы қашан басталады? Ол қалай ұйымдастырылады? Ақыл тәрбиесі не үшін керек деген сияқты сұрақтар тағы да бар. Осы бөлімнің аясында мен сізбен бірге осы сұрақтарға бірге жауап іздейтін боламыз. Сонымен ақыл тәрбиесі дегеніміз не? Бұл тақырыпқа кіріспе ретінде Джон Дьюдің сөзін келтіргім келеді. Ол кісі жалпы білім беру, үйрену мен тәрбиенің қосындысы дейді. Яғни, мысалы, ол кісінің түсінігінде енді білім беру, ол образование болатын болса, сол екі үлкен қосалқы бөліктен тұрады дейді. Ол үйрену, тәрбие. Біз тәрбиені осы уақытқа шейін жіктеп, оны ара-жігін ажыратып келуге тырысып жатырмық. Біз тіпті ақыл тәрбиесін үйрену қабілетін, үйрену деген не дейтін болсақ, бұл адамның кез келген тақырыпқа ешқандай сыртқы факторсыз өз бетімен үйрене алу қабілеті. Біз бұны осы Шонбай онлайнның аясында үйрену курсы деп те таныстырып жүрдік. Жалпы бұл біздің бала тәрбиесі тақырыбында ақыл тәрбиесі дәл осы үйрену қабілетіне жауап береді. Яғни біз бұны тәрбиеден бөлек қылып қарамаймыз, бірге ретінде қараймыз. Жалпы қарайтын болсақ, бала тәрбиесінде осы дене тәрбиесі, ақыл тәрбиесі немесе құлық тәрбиесі деп жеке-жеке жіктеп бөліп, біз не үшін ажыратып жатырмыз? Тек түсіну үшін ғана. Ал шын өмірде біздің тұрмысымызда олардың ара-жігі ажырамайды, олар үнемі бірге жүреді. Мысалы, біз бір ойын ойнататын болсақ, ол ойын баланың дене тәрбиесінде, ақыл тәрбиесінде дамытуы мүмкін. Ол ешқандай ғажаптық емес. Бірақ дәл қазір біз әрқайсысын жеке-жеке қараймыз, бірақ мақсатпен. Осы бір тақырыпта белгілі бір деңгейде тереңдеу үшін ғана. Сонымен, үйрену дегеніміз бұл бір маңызды тақырыптардың бірі. Сол бір ақыл тәрбиесі бізге адамзатқа не үшін керек деген үлкен маңызды сұрақ бар. Кез келген ғалым, кез келген педагог баланың бойында туа біткен бір потенциал бар дейді. Ол не? Ол шығармашылық шабыт. Дәл осы шығармашылық шабыттың жүзеге асуы ол ақыл тәрбиесіне байланысты. Яғни ақыл тәрбиесі арқылы біз адамның бойында берілген сол бір шығармашылық потенциалын ашамыз, соны жүзеге асырамыз. Тағы бір ғалымдардың идеясын сіздерге келтіре кетейік. Жалпы халықты, кез келген қоғамды екіге бөлуге болады дейді. Қоғам дейтін болсақ, ол тұтынушы және белгілі бір деңгейде тудырушы, немесе жасампаздар. Кез келген ұйым, орта, қоғам осы бір екі классификацияға жатады. Тұтынушы өзі атайтып тұрғандай, ол белгілі бір затты тұтынады. Ол ақпарат болуы мүмкін, ол қарапайым азық-түлік болуы мүмкін, тағысын тағы болуы мүмкін. Тура осылай тудырушы ол сол контентті, яғни немесе сол өнімді қамтамасыз етушілер. Мысал ретінде өзіңізге таныс YouTube-ты алайық. Көп адам үшін YouTube деген не дейтін болсақ, ол видео көру платформасы. Яғни біз тұтынушы ретінде қолданамыз. Бірақ өте аз пайыз адам үшін ол видео жасау, видео құрастыру, видео шығару платформасы. Яғни тудырушылар, жасампаздар үшін. Енді идея неде? Мысалға, дәл сол YouTube-та олардың ара қатынасы 95-5%. Яғни 5% адам 95% тұтынушыға, юзерға былайша айтқан кезде өнім дайындап отыр. Мәселе неде? Осы ақыл тәрбиесі бізге не үшін керек? Ақыл тәрбиесінің негізгі философиясы біздің әрқайсымыздың бойымыздағы осы бір тудырушы, жасампаздық қасиетті ашу. Біздің бойымыздағы шығармашылық деген бүгінде белгілі бір өнер саласының адамдарына ғана тән қасиет сияқты болып қалған ғой? Жоқ. Біздің әрқайсымыздың бойымызда туа бітті шығармашылық қабілет бар. Ақыл тәрбиесінің бірден бір функциясы сол бір шығармашылықты ашу. Яғни іштегі табиғи қабілетті сыртқа шығару арқылы біздің әлеуетімізді көрсету, толыққанды жүзеге асыру, былайша айтқан кезде тұлғалық кемелдікке ұмтылдыру. Енді осы ақыл тәрбиесінде бірнеше мынандай мәселелер бар. Біз баланың жасы деген ұғымға тоқталуымыз керек болады. Бұл жерде баланың кәдімгі физиологиялық жасы бар, туу туралы куәлігінде жазылған, мына жылы туылған, қазір мынанша жаста деген сияқты. Бірақ сонымен қатар осыған дейінгі айтылып кеткен тақырып бойынша мысалы дене жасы бар. Яғни ол өзі 5-те болуы мүмкін, бірақ денесінің қалыптасуымен ол не 7-де, яғни акселерат озып кеткен, не жетілмей қалған 3-те болуы мүмкін. Әлі бойымен денесі, басының пішіні, салмағы әлі жетпеген болуы мүмкін. Тура сол сияқты ақыл тәрбиесінде неде оның ақылдық, танымдық жасы бар. Тура сол сияқты оның эмоциялық, әлеуметтік тақсындағы жастары бар. Бірақ мәселе неде? Мәселе осының қайсысы біріне болсын біз басымдық беретін болсақ, мысалға қазір біздің қоғамда біз оның ақыл тәрбиесіне басымдық беріп жатқандай, баламыздың ақылды болуына түрлі инвестиция жасап, оны мысалға ағылшын немесе арифметика тақсындағы бір үйірмелерге сүйреп жүргенде, біз оған басымдық берсек не болады? Соған фокус ауады.
яғни бүкіл баланың бойындағы энергия соған қарай кете бастайды. Ол не деген сөз? Қалған бағыттардың энергиясы осы бағытқа сарқылады, осы бағытқа жұмсалады. Ал бұл баланың дамуындағы дисбаланс қалып келеді. Бала дамуының диагностикасында біз жүргізіп жүрген көбінесе байқайтынымыз осы бір дисбаланс. Баланың бағанағы жастары, танымдық жасы, әлеуметтік жасы немесе психологиялық жасы өзара сай келмейді. Ал біз мүмкіндігінше осы бір үйлесімділікті сақтауымыз керек. Ақыл тәрбиесі маңызды, бірақ ақыл тәрбиесі басқа тәрбиелермен, біздің осы курс аясында айтатын 4 тәрбиемен үйлесімді, гармонияда жүру керек, гармонияда даму керек. Егер біз оны бұзатын болсақ, не болады? Онда баланың психикасы бұзылады. Мысалға, мынандай бір статистика келтіруге болады. Қазір жыл сайын 10-11 сыныптағылар балалардың жүйке жүйесінің тозуы ықтималдылығы, оларға келетін медициналық зақымдар көбейіп бара жатыр. Жыл сайын 11 сыныпта медициналық көмекке жүгінетін балалардың саны артып бара жатыр. Мысалға, арнайы мектептерді алатын болсақ, Назарбаев зияткерлік мектептерінде де тура солай. Бас ауруымен, жүйке жүйесінің тозуымен осындай бір мәселелерге шалдығып жатқан балалардың саны артып бара жатыр. Неге? Өйткені біз олардың ақыл тәрбиесіне, олардың осы танымдық дамуына басымдық беріп, басқа даму салаларынан зардап шегіп жатқандығымызда. Бұл психиканың бұзылуының үлкен салдары бар. Мысалға, өздеріңіз білетін вундеркинд, немесе гений. Бұл екі ұғымда кәдімгі педагогикалық ғылыми термин емес, бұл сырттан келген. Мысалы, вундеркинд деген сөз, ол неміс тілінен алған кезде ғажап бала деп аударылады. Бұл жердегі идея не деді? Ең алғаш бұл вундеркиндтің анықталуы, белгілі бір деңгейде талант, бірақ баланың дәл осы ақыл тәрбиесінің басқа тәрбие түрлерімен салыстырған кезде әлде қайда басымдықта болуы, әлде қайда алда болуы. Өздеріңіз интернеттен де, түрлі әлеуметтік желіден де көретін шығарсыздар. Бір әдемі сурет салатын кішкентай жасындағы бала, немесе кішкентайынан түрлі музыкалық аспаптарда ойнайтын бала, бірнеше тіл білетін бала деген сияқты. Жақында бір әлеуметтік желіде тура сондай бір қазақтың бір баласының видеосы шықты. Сол кезде ата-аналар коммент жазып жатыр. Бірін-біріне біздерге де жұғысты болсын, сіздерге де жұғысты болсын, қазақтың әр баласы осындай болсын деген сияқты. Шын мәнісінде маман ретінде біз ананы көрген кезде бізге ол бір дұға емес, бір тілек емес, қарғыс сияқты. Неге? Өйткені бұл баланың психикасының бұзылуына алып келеді. Дәл сол вундеркиндтардың тарихта кез келген вундеркиндті алып 20-30 жаста не болғанын қараңызшы. Олардың психикасының санасының тозуы соншалықты болады. Ол ең күшті сценарий қалыпты орташа статистикалық адам болып қалуы мүмкін. Ал ең нашар сценарий ол өзінің потенциалын тауысып тастағандықтан уақытынан ерте ол өкінішке қарай өмірден озып кетіп жатады. Бұл былайша айтқан кезде қатты бір қуанатын жағдай емес, бұл тереңнен қарап белгілі бір деңгейде баланс сақтау керек дүние. Және мынандай бір мәселені ескерту керек. Бұл жерде егер вундеркинд деген соншалықты жақсы болмайтын болса, онда жаңағы біздің еліміздегі немесе әлемдегі Моцарт сияқты адамдар қайдан шықты деп айтылуымызға болады. Мәселе мынада, ол балалардың бойында белгілі бір бағана вундеркиндтік негіз болған шығар, яғни талант болған шығар. Бірақ ол кісілердің әке-шешелері де сол бір саланың мықты мамандары болғанын ұмытпауымыз керек. Мысалға, Венгрияның танымал шахматист гроссмейстер қыздарын алатын болсақ, олардың әкелері арнайы осы саланың, осы талант, гений саласының маман екенін, педагог екенін де ұмытпауымыз керек. Мысалға, Моцартты алатын болсақ, ол кісінің әкесі сол Еуропадағы ең танымал, ең мықты, ең білікті музыкалық маман, музыканың ұстазы болғанын да ұмытпауымыз керек. Бұл аяқ асты пайда болмайды. Бұның бәрі белгілі бір деңгейде гендік деңгейден бастап дайындықтан пайда болады. Бұл жерде мына бір оқиға есіме түсіп тұр. Кезінде бір атасы келініне, елдің келінін қарсайшы деп, атасы туралы кітап жазып жүр деп Бауыржан Момышұлының келіні туралы айтқан болса, сол кезде келін жауап берген екен дейді ғой. Енді ол кісінің атасы Бауыржан Момышұлы ғой деп. Тура сол сияқты біз баламыздың генийлігіне басымдық бергіміз келетін болса, баламыздың гений болғанын қалайтын болсақ, онда өзіміздің белгілі бір деңгейде осы салада белгілі бір білікке, ұстаздық қабілетке ие болуымыз керек екенін де ұмытпауымыз керек. Баланың осы ақыл тәрбиесіне қатысты қазіргі біздің қоғамда бірнеше келеңсіз жағдайлар бар. Солардың да басын аша кетейік. Мысалға, баланың миы губка дейді, спонжик дейді. Әдетте баланың алғашқы 1000 күні, яғни 3 жасқа дейінгі уақытта, шынымен сондай баланың нейрондық қалыптасу уақытында ересекпен салыстырғанда оның нейрон саны 2 есе көп, яғни 200 миллиардқа жуық болады. Соның себебінен де ол көп затты ерекше тез меңгеруі мүмкін. Біз осыны ойлаймыз да, баланың миы губка екен, қазір осы жерде үйретіп қалайық, осыған тіл үйретіп қалайық, осыған музыканы үйретіп қалайық, басқаны үйретіп қалайық деген сияқты әрекеттерге барып жатамыз. Ал бірақ осы баланың миы губка, спонжик деп ашқан ең алғашқы ғалымдар бұны бізге мүмкіндік ретінде айтқан жоқ, бұны бізге риск, қауіп ретінде айтты. Баланың миы губка, кез келген затты фильтрсіз сіңіре береді. Ата-ана абай болыңыз деп айтқысы келген еді. Ал біз оны бүгінгі таңда мүмкіндік ретінде көріп, соған әрекет етіп жүрміз. Сонымен қатар осы ақыл тәрбиесінің саласында тағы бір мынандай ескеретін жайт бар. Мысалға қараңыз, танымал ғалым, біздің өзіміздің ғалым Асқар Жұмаділдаев менталды арифметикаға қатысты айтады. Бала ол жерде не үйренеді? Мүмкін
тірі калькулятор болатын шығар, бірақ ол жерде математиканың негізгі заңдылықтарын бала меңгере алмайды дейді. Идея неде? Мысалға біздің қазір миымызды дамытамыз деген телефонымызда түрлі қосымшалар болуы мүмкін. Ол жерде жаңа сандарды қосу, үш бұрыш, төрт бұрышты бір орындармен реттеу деген сияқты жаттығулар болады. Немесе біз балаларымызды сондай бір жаттығуларға алып барамыз, екі қолмен сурет салу, тақсын тағы деген сияқты. Иә, бұл жаттығулар балаға көмектеседі, бірақ қай жағынан көмектеседі? Тура сол жаттығуды жақсы, тезірек орындауға ғана көмектеседі. Тікелей миының дамуына немесе ақылының қалыптасуына әсер ететіндігіне ешқандай себеп, ешқандай дәлел жоқ, ешқандай зерттеу бұны бізге көрсетіп отқан жоқ. Сондықтан да бұған қатты бір беріліп фанат болмауымыз керек. Сонымен қатар тағы бір мәселе осы баланың ақыл тәрбиесінде ол баланы салыстыру. Қараңызшы, біздің баламыз енді осы уақытқа шейін әлемде 107 миллиардтан астам адам болған болса, біз әрқайсымыз бірегейміз, тіпті егіз балалардың өзі бірін-біріне ұқсамайды. Ал олай болатын болса, біздің әрқайсымыздың үйрену жылдамдығымыз, үйрену ситуациямыз әртүрлі. Яғни бір бала екінші баламен салыстыруға болмайды. Атақты сэр Кен Робинсон айтпақшы, 4 жастағы бала 8 жастағы баланың жартысы емес дейді. Ал біз қалай салыстырамыз? Мен тұңғышым бүйткен еді, мына жасында бұл енді бүйтіп сөйлеп жүреді, мынау әлі сөйлемейді деген сияқты бірін-бірімен салыстырып жатамыз. Мәселе бұл дәл осы ақыл тәрбиесінде салыстыру өте көп кездеседі. Менің балам 5-ке оқиды, сенің балаң неге өйтіп оқымайды? Немесе мен анам жұрттың баласы 5-ке оқиды, біздің бала неге оқымайды деген сияқты сұрақтарды көп қоямын. Салыстырудан мүмкіндігінше аулақ болуға тырысыңыз, өйткені бұл ешқашан жақсылыққа алып келмейді. Және мынандай бір үлкен жаңсақ пікір бар сол ақыл тәрбиесіне қатысты. Ата-аналардан сұраймыз, неге балаңыз сонша бір сүйрелеп жүрсіз? Мысалы, жақында бала дамуының диагностикасына бір ата-ана баласына келді. Бала 5 жасында. Баланың танымдық осы ақыл жасы 7-ге келеді. Яғни мектеп жасындағы балаға келіп тұрды, 1-2 сыныптағы. Соншалықты бір алдыға жылжып жіберген. Бала кішкентай кезінен бастап кәдімгі ересек адам сияқты күніне 8 сағат дайындалады, түрлі үйірмелерге барады. Азаннан кешке дейін ана баланың графигі бос емес. Бірақ баланың эмоциялық, психологиялық дамуы өте артты. Бағанағы айтқандай дисбаланс бар да. Енді осы жерде мен сұраймыз ғой ата-аналардан, неге осындай әрекетке барып жатсыздар десек, енді біз көрмегенді көрсін деп жатырық, баланы осылай өмірге дайындап жатырық дейді. Қараңызшы, ақыл тәрбиесі, жалпы кез келген тәрбие баланы болашақ өмірге дайындық емес. Біз осыны түсінейікші. Жалпы балалық шақ болашақ өмірге дайындық емес. Атақты Жан-Жак Руссо айтқандай, балалық шақтың өзі өмір, ол өмірге дайындық емес дейді. Неге? Өйткені оның өзінің Эмиль деген тәрбиеленушісі болады. Соның оқиғасында мынандай бір мысал келтірді. Мен бұл баламның балалық шағын болашақ өмірге дайындық деп қарасам, өмір емес, өмірдің өзі емес, болашақ өмірге дайындық деп көретін болсам, сөйтіп бұның қазіргі балалық шағын құрбандыққа шалатын болсам, қиятын болсам, онда не болады дейді. Бірақ мен осы баламның қанша жасқа шейін өмір сүретінін білмеймін ғой дейді. Мүмкін бұның бар өмір сүретіні 18-ақ жас болатын болса, сонда мен оны жоқ өмірге дайындап жатырмын ба дейді. Жоқ өмір үшін мен бүгінгі балалық шағын қидым ба деген өте ауыр сұрақ қояды. Я біздің баламызға енді Құдай бетін арғысын, ұзақ өмір берсін, бірақ бүгінгі бақытын, бүгінгі өмірін біз болашақ өмір үшін құрбандық ете алмаймыз, және ақыл тәрбиесіне дайындық деп қарау үлкен қателіктердің бірі. Бұл жалпы ақыл тәрбиесіне негізгі кіріспе сабағымыз. Келесі сабақта жүздескенше іске сәт.